Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз функционалдық тәуелділік функция ұғымдарымен танысатын боламыз. Тәуелділік ұғымын біз бұрыннан кездестіріп жүрміз. Мысалы, тауар және оның құнын алайық. 1 килограмм алма 400 теңге деп алсақ, онда сәйкесінше 2 килограмм алма 800 теңге, 3 килограмм алма 1200 теңге, ал n килограмм алма 400 көбейтілген n теңге болар еді. Сол сияқты Асан Үсеннен 3 жас үлкен болсын. Асан 14-те болса, Үсен 11-де. Асан 15-те болса, Үсен 12-де. Асан n жаста келген кезде, Үсен n-3 жаста болар еді. Практикада мұндай мысалдар жеткілікті. Дегенмен бұл тәуелділіктің барлығы функционалдық тәуелділік бола бермейді. Ең алғаш функция ұғымын 1692 жылы Готфрид Вильгельм Лейбниц енгізді. Ал функцияның анықтамасын 1718 жылы Иоганн Берноулли енгізді. Функцияның қазіргі қолданыстағы анықтамасын 1837 жылы Дирихле Питер Густав енгізген. Сонымен функционалдық тәуелділік дегеніміз не? Оқушылар мен олардың бойлары арасындағы функционалдық тәуелділікті байқап көрейік. Төменде кестеде адамдардың есімдері мен бойлары көрсетілген. Егер сенің атың Ахмет болса, онда сен 1,7 метр. Егер сенің атың Бәкір болса, онда бойың 1,59 метр. Егер сенің атың Ғани болса, онда 1,65 метр. Егер Искендір болса, 1,85, Дәуіт болса, 1,78, ал Исмаил болса, 1,71 метр болу керек. Бұл да жаңа келтірген тәуелділікке ұқсас. Адамдардың бойы функция болсын. Онда бұл бойға сәйкес келетін адам саны тек біреу-ақ болу керек. Мысалы, Исмаилдың бойын алайық. Оның бойы 1,71 метр. Берілгендердің ішінде Исмаилға екі бой берілуі мүмкін емес. Исмаилдың бойы бір уақытта екі түрлі мәнге ие болатын болса, онда бұл функционалдық тәуелділік емес. Берілген функцияның графигін салып көрейік. Ахмет, Бәкір, Ғани, Искендір, Дәуіт және Исмаил. Жаңа айтылғандай, әр адамға бір ғана бой сәйкес келу керек. Мысалы, Дәуіттің бойы 1,90 метр деген екінші көрсеткіш берілсе, онда бұл функционалдық тәуелділік болмайды. Себебі бір адамға екі түрлі бой сәйкес келіп тұр. Y-тің мәндері X-тің мәндеріне тәуелді өзгеріп отырды дейік. Және бұл тәуелділікті F деп белгілейік. Онда бұны Y-тен X-тен F немесе орысша f от x деп жаза аламыз. Енді функцияға директіліше анықтама беріп көрейік. X айнымалысының бір мәніне Y айнымалысының тек бір мәні сәйкес келетін тәуелділікті функция деп атаймыз. Мұндағы X аргумент, ал Y дегеніміз f функциясының X нүктесіндегі мәні. Алдағы уақытта функцияның аргументі десе, X-ті функцияның мәні десе, Y-ті айту керектігін естен шығармайық. Мынадай мысалдар қарастырып көрейік. Мына екі қисықтың қайсысы функция бола алады? Көрсетілген графикте X-тің бір мәніне Y-тің тек бір мәні сәйкес келу керек. Басқа жағдайларда бұл нүктелер жиынтығы функция бола алмайды. Келесі мысалда екі жиын көрсетілген. Осы екі жиыннан қайсы тәуелділік, функционалдық тәуелділік бола алатынын көрсетуіміз керек. А анасы, Б ол баласы десек бірден түсінікті болар еді. Яғни бір ананың екі баласы бар, ал бір баланың екі анасы жоқ. Демек бірінші тәуелділік функционалдық тәуелділік бола алады екен. Келесі мынадай мысалды қарап көрейік. Мына екі кестеден қайсысы функционалдық тәуелділік құрай алатынын немесе құрай алмайтынын көрсетіңіз. Бізге есімізге жақсы сақталу үшін екінші мысалдағы ана мен бала терминдерін қолданып көрейік. X баласы
y анасы деп алуымыз керек. Енді тексеріп көрейік. Бірінші кестеде бір анаға 2 бала сәйкес келіп тұр. Бұл қалыпты. Ал екінші кестеде бір балаға 2 ана сәйкес келіп тұр. Бұлай болуы мүмкін емес. Демек, екінші кестедегі тәуелділік функционалдық тәуелділік бола алмайды екен. Сонымен сіз сабақта функция және функционалдық тәуелділік жайлы біраз мағлұмат алдыңыз деп ойлаймыз. Келесі сабақта кездескенше.